Rabba kulli shay'in wa malikahu. Wa Rabbim. Бұл жаңа айтылып жатқан жаратылыстың барлығының Раббысы. Және оның иесі. Рабб деген сөз біздің қазақ тілінде де қолданамыз, Раббты. Тәрбие сөзі бар емес пе? Тәрбие. Түбірі Раббтан шығады. Алла субхана ва тағала біздің Раббымыз, тәрбиелеушіміз. Ата-ана үйдегі тәрбиелеуші, солай емес пе? Ол жердегі тәрбие деген тек қана біздің түсінігіміздегі әдепті қылып шығару емес. Оған керектінің барлығын беру. Кейде тәрбиелеу үшін бермейсің кейбір нәрсені, солай ма? Қазақта аясаң аяма деген сөз бар. Балаңды аясаң аяма. Болашақта осы қор болмасын десең, қазір оны аяма. Жұмысқа сал, үйрет, білімді қыл. Керек жерінде ұрып алу керек болады, керек жерінде ұрсып алу керек болады. Егер оған сен аяп жанашырлық танытатын болсаң, онда сенің аямағаның. Ертең күні о піспей қалады. Анау бір профессор бақтан өтіп бара жатып, көбелектің өзінің ұясынан шыға алмай қанат қағып атқандығын көріп, жаны ашып, жарып жібереді ұяны, шықсын деп. Шығады да жерге түседі. Ол сол әлгі ұяны жарып шығу үшін 2 күн бойы қанатын ұрып отырып, қанатын қатайтады екен. Ары қарай 10 күн өмір сүре ма, 15 күн өмір сүре ма, сол қанатпен қозғалып ұшу үшін 2 күн бойы әлгі інін сындырып шығады, қанатын қатайтып. Әлгі кісі не істеді? Білімсіздіктен оған көмектесіп жіберейін, қиналып жатыр ғой деп бұзып жіберді. Жарып шығарып жіберген еді, қанаты қатаймаған, жерге түсті, ұша алмайды. Пайда берем деп, керісінше зиян қылып отырсын. Қанаты қатаю кезеңі болады. Сол кезде не істейсіз? Балаңызды қаталдау боласыз, басқа боласыз, тәрбиелеп жатсыз. Алла субханаху ва тағала да бүкіл әлемді тәрбиелеуші, бүкіл әлемді реттеуші, бүкіл әлемнің керек жарағын беруші. Сізбен біз есігіміздің алдымыздағы 4 тауық пен 2 сиырымызды кейде игере алмай қаламыз. Алла Тағала бүкіл әлемді жаратқан жаратылыстардың бәрін игеріп жатыр. Рабб сипаты.